Бір сұрақ қояйын. Сен шынымен шаршадың ба? Әлде шаршағаныңды өзің мойындағың келмей ме? Көп адам осы жерде өзіне өтірік айтады. Қарашы, мына бір бейнеге бір сәт қарашы. Сен не байқадың? Бұл бейне жылап тұрған жоқ, айғайлап та тұрған жоқ. Бірақ оның көзінде бір нәрсе өшіп қалғандай. Көп адам осы бейнені көрген кезде мен де дәл осылай жүрмін дейді. Сыртынан қарасаң, олай емес секілді, бірақ іші бос. Ең қиын шаршау бұл физикалық шаршау емес. Ол үнемі күшті болып көріну, бәрін бақылауда ұстау, және менде бәрі жақсы деп айту. Ал шын мәнінде өзіңді естуге де шамаң қалмауы. Бір сәтке ойланып көр. Сен шынымен демалып жүрсің бе? Әлде демалуға рұқсат бермей жүрсің бе? Бұл бейне ештеңені талап етпейді. Тек байқап көруге шақырады. Кейде адамға кеңес емес сұрақ керек. Ал бұл картада жауап жоқ. Жауабы тек өз ішінде. Егер осындай ойлар саған таныс болса, менің каналыма жазылып кет. Біз осындай ойларды айтып байқайтын боламыз.